негізгі рудың мақсаты бір-ақ жағдайда сұралады. Басқа ешқандай жағдайда рудың мәселесі сұралмайды. Ол үйленетін кезінде. Себебі не үшін? Бала өзінің әпкесіне не қарындасына жақын болып шықпауы үшін. Ата-бабамыз тектілікке өте мұқият қараған. Енді мысал ретінде түсіндіріп айтып берейін. Балада әкенің 50%, ананың 50% қаны болады. Немереде 25% болады. Шөбереде 12,5% болады. Дәл осылай адам өзінің 100% қанын 7 рет бөлетін болса екіге, сонда 8-ші ұрпақта тікелей менің 1% да қаным қалмайды екен. Осы 9-ші ұрпақ 99%-дан жоғары таза қан болып есептелінеді. Тек ғана осы мақсатта ғана ру қолданылған. Бұл рушылдық емес. Бұл ұлттың генетикалық қорғанысы. Ата-бабамыз текті болуына, тегінің бұзылмауына мән берген. Басқа руды үйленуден басқа сұрап жүргендердің барлығы негізгі мақсатын білмейді. Ол бөлінудегі мақсатын біледі. Ал қазіргі кезде бұл руды адамдар бір-бірінен не жоғары, не төмен қою үшін, не бір таңдау жасауда, немесе жеке мүддесіне пайдаланып жүр. Ұлттың алдындағы ең басты қауіп осы. Ол өте қауіп. Себебі жалпы әлемде жазылмаған мынандай қағида бар. Бөліп ал да басқа. Сыртқы жау болсын, ішкі жау болсын, белгілі бір ортаны не әлсірету, не қирату үшін ең бірінші бөліп алу керек. Жалпы біздің қазақ бөлінуге негізі жақын қалыппыз. Біз 100-ге бөлінеміз, руға бөлінеміз, 100-ге де жатпаймыз деп бөлінеміз. Одан қалды Шымкентский деп бөлінеміз, одан қалды Батыс деп бөлінеміз. Ол да болмай баратса, А класс, Б класс деп бөлінеміз. Ол да болмай баратса, 85-тер, 84-тер деп бөлінеміз. Әйтеуір бөліне береміз. Бірақ бөліну бүліктің бастауы. Біздің әрбір қазақтың жігіті осыны білу керек. Өзімізден кейінгі ұрпаққа ата-бабамыздың таза тектілік үшін беріп кеткен аманатын қисайған жерін түзулеп қайтып жеткізуіміз керек. Осыны әр қазақ біліп отыру керек.